сіздер бизнеске келген кезде ең әуелі кім екеніңізді, қайда келгеніңізді, не үшін келгеніңізді айдан анық білуіңіз керек. Бүгін келдіңіз, бүгін жазылдыңыз, тіпті енді қадам жасап тұрсаңыз, әлі артыңызда команда болмаса да сіз білуіңіз керек. Жаңағы жауаптардың барлығын алып қарасаңыздар, әркім әртүрлі сөйледі, біреудің дауысы әрең шығып тұр, өзі қорқақтайтын сияқты, әрең сөйлеп тұр. Сөздің аяқ жағын жеткізген де жоқ, до конца. Сөйлем аяқталған жоқ. Біреу қаттырақ айтады, бірақ енді әркімнің эмоциясы әртүрлі. Көрдіңіздер ме? Сіздер келген кезде қалай сөйлейсіздер, соған байланысты бизнестеріңіз. Әуелі ниет, енді жаңа мен айттым, кім жақсарғысы келеді, кім ақша тапқысы келеді, бәріңіз болып отырсыздар, демек мақсат айқын. Айқын мақсат болса, сіздер деген саңқылдатып тұрып бәрін білуіңіз керек. Бүгіннен бастап, егер сіз оны білсеңіз, керемет. Білмесеңіз, бүгін барғаннан бастап қараңыздар. Көріңіздер, маркетинг план, 10% партнер деген кім, 15%-ға шығу үшін ары қарай не істеуім керек, 21% партнер кім, барлығын анық білулеріңіз керек. Өйткені жаңа кім қандай дауыс иесі, сол дауыспен сіздер болашақта өздеріңіздің командаларыңызды жасайсыздар ғой. Егер сіз тұрып жаңа, сәлем, Гүлмира, қалайсың? Мен бір Ерсак деген компанияға кіріп еді. Сол енді не айтарыңызды білмесеңіз, өзіңіз бір сеніп, бір сенбесеңіз, ол деген Гүлмира сізді тыңдамайды да. Шақыра алмайсыз. Көп адамдар бизнесте осы жерден қамат етеді. Дұрыс сөйлей алмайды. Қазір енді бет-бет сөйлессеңізде, онлайн жұмыс жасап телефон арқылы сөйлессеңіздер де, ол дауыс міндетті түрде керек. 100% өзіңізге сенім тұрып керек. Сақ тұрып тұрыңыз керек. Бірақ жаңағы сақылдағым жөн осы екен деп жаңа айғайлай берудің қажеті жоқ трубкада. Эмоцияңызға берілді. Сіз қалай нетіп жатсыз? Осы жерден алған эмоцияңыз қандай? Спонсорыңыз сізге нені үйретті? Сізге жаңа үйреткен кезде не жері ұнады? Сіз соны айта білуіңіз керек. Адамдарға жеткізе білуіңіз керек. Айтады ғой, жүректен шыққан сөздер жүрекке жету керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан енді біздің бизнесте бұрын енді мен өзім 15 жылдай болды. Жалпы сетевойда жүргеніме 15 жылда енді мен көбінде офлайн жүргіздім бизнесті. Офлайн дегеніміз осылай міне. Кездесу жасаймыз, барамыз, көреміз, көзбе-көз. Бұл жерде жақсы. Адамға қарап тұрасың да, адамға ары қалай сөйлеу керек екенін кішкене де болса көресің. Ұнап тұрсың ба, ұнамай тұрсың ба, менің қылығым ұнай ма, сөз әйтеу бір кішкене өзің ой түйесің де, ал онлайнда кішкене адам бір сезім табылу керекші. Телефонның ар жағындағы тұрған адамға дұрысырақ информация беру керек. Енді онлайнда дауыс ырғағы өте маңызды. Неге бір адамдар жаңағы жіберген аудионы бастап оқып келе жатады да, соңына дейін оқымайды. Бір сарынды, монотонна болған кезде дауысыңыз адамды жалықтырасыз. Әлгі кәдімгі мысалы мектепте де өлеңді оқытады ғой бізге. Сұрғылт түсі суық, қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан десеңіз, ешқандай жоқ. Сұрғылт түсі суық, қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан деп жаңағы міне сол сияқты жеткізуіңіз керек. Көрдіңіздер ме қыздар? Қазір егер арам өйткені бұны мен неге айтып жатырмын? Маған өте көп қыздар жазған жекеге. Өте көп сұрақ қояды. Маған мына аудиосын жібереді, жаңағы 4-5 минут тексеріп беріңізші, мен нені дұрыс айтпадым деп. Міне осы жерде адамдарда минус кәдімгі дейді. Сіздер соны айтып жеткізуіңіз керек, өйткені ар жақтағы адамға. Бірақ ең әуелі аудио жазардың алдында, қандай да бір информация берердің алдында ішкі настрой, сіздегі нәрсе. Жынданып тұрып айтып, былай қарап тұрып жаңа информация берсеңіз, яғни спонсор айтып, анаған айт, мынаған айт, енді сол для галочки, сіз для спонсора жасамайсыз бұл бизнесті, өзіңіз үшін жасайсыз. Сондықтан настрой, сондықтан обязательно улыбка. Мен қалай бір мен білетін шығарсыздар, инфочат жүргіземін, инфочатта мен бастаймын, мен кәдімгі гитараның настройкасы болды ғой, домбыраның настройка жасайды ғой. Домбыраны алсап, тарсылап, тап кеткен адамды көрмейсіз, сол басын бірдеңесін бит отырады, анан жылжытып, менде тура сондай инфочатта. Ол нәрсе өте үлкен нәрсе. Бір рет жазам, маған ұнамайды, мен өшіріп саламын. 2 рет жазам, ұнамайды. Мен настраивать етем өзімше. Бір жерді қарап отырамын, күлкімді киемін бетіме, улыбканы обязательно. И мен адамдар мені түсінсе екен, жақсы жерін нетсе екен, 100% адамдарға жеткізсем екен деген оймен жазамын. Өйткені ол жерде қаншама адам отырады. Әртүрлі адам отырады. Жасы да, кәрісі де, жаңағы холерик те, сангвиник те, неше түрлі адам отырады. Неше түрлі тәрбие отырады.
барлығына бірдей дұрыс бару үшін мен максимально тырысамын. Көрдіңіздер ма? Міне осылай жасалған кезде сіздерде мен айтайын, пачка-пачкалап адамдар келетін болады. Бизнесіңіз прям алды қарай жүгіретін болады. Өткенде түні өткізді, мен бірінші эфирімнен өкінішке орай сақталмай қалды. Енді оны да қайырлысы дедім, демек солай болу керек болды, иә. Онда да көп мәселелер айттым. Мына жетістікке жету үшін адамға не керек? Әуелі ниет әрине, иә. Жаныңыз жатпаса, бұл нәрсені қаламасаңыз, онда жасап қажет емес. Ал егер келіп тұрсаңыз, онда жасайсыз, бастайсыз. Сіздің өзіңізге деген үлкен сенімділік. Енді жалпы біз айтамыз, 4 сенімділік деп айтамыз, иә, орысша айтқанда 4 веры. Вера в себя, компанияға сенімділік, спонсорыңызға деген сенімділік, продукцияға деген сенімділік, иә. Өнімге сенесіздер ма? Почти бәріміз алдық осы өнімді. Ұнады ма сіздерге? Кімге ұнады? Айтыңызшы. Бәріңізге ұнады, иә. Міне, сендіңіз, өзіңізден жібердіңіз, жаңа айтады ол, через себя пропустили. Енді сол нәрсені күштеп тұрып айтуыңыз керек. Недегі, мынау да промоушн ғой, енді бизнестің бір нәрсесі. Торговый домда, магнумда мысалы, шедевр майына күшті скидка жүріп жатса, қалай айтасыздар сіздер? Мысалға, мама, мә, шедевр осындай бағада болып жатыр деген сияқты. Тура сөйтіп айту керек те бұнда. Мынандай, осындай керемет отзывтар бар, осындай. Мынаны айтсаңыз, сіз бизнесті сатасыз. Жайлап осы, ол тек қана өнімді ғана сату емес оған. Мына команданы сатыңыздар. Бұл команда шын мәнінде өте мықты команда. Өйткені бұл команданың көшбасшылары өте мықты, лидерлері өте мықты, ауызбіршілігі өте мол, мықты командаға келіп отырсыздар. Болатын сабақтар, бизнес чаттағы сабақтар, иә, прямой эфирларды сатыңыздар. Менің өзім сатам. Осы сол сату арқылы келген адамдар қаншама бизнес бастаған. Осындай деп жаңа керемет деп тұрып, майын тамызып тұрып айтсаңыз, ана адам осы жерге келіп, прям алғысы келіп, өткісі келетіндей жасауыңыз керек. Көрдіңіз ба? Сізге байланысты бәрі. Мақсат деген нәрсе бар. Арман мақсат қой енді, иә, бәріміздің арманымыз бар ғой. Арман деген не? Я хочу деген сөзді тұрады арман, иә. Мен алғым келеді, көргім келеді, барғым келеді, жүргім келеді. Келедінің бәрі ол арман. Арманыңызды сіз бизнеске келген кезде мақсат қылуыңыз керек. Мақсат деген не? Айқын, четкий сроктары бар, орындалатын, четко салмағы бар, ол қанша тұратын. Мысалға, мен үй аламын. Болды бұл мақсат. Алуым керек емес, алғым келеді емес. Мен үй аламын. Салмақ. Салмақ деген үй. Ол ақша тұрады ғой. Любой арман, мақсат ақша тұрады. Кез келген нәрсе. Әке-шешемді санаторийге жатқызамын десеңіз, ол да ақша тұрады. Бала-шағамның болашағын жасаймын десеңіз, ол да ақша тұрады. Сондықтан сіз нақты мақсатты білуіңіз керек. Одан кейін мен қашанда айтамын, мақсатты жоғары алыңыздар. Міне бүгін ғана тіркелдім, 10% дедіңіз, Гүлзира ханым, иә? Жоқ, есіңіз Гүлзира ханым? Иә, 10% дедіңіз, міне 10% сіз бірақ бүгін өзіңіз ойлауыңыз мен әлі 10%. Анау жаққа дейін 15-ке шығуым керек, 20-ге шығуым, 33% деген сияқты. Сіз ешкімнен қорықпаңыз. Сіз прямо берите выше. Жоғары қарай. Өйткені жоғары болған кезде, айтады ғой, мақсат үлкен болған сайын, мақсатқа жетудегі неше түрлі қарсылықтар, мына өмірдің күйген тіршіліктің кішкентай болмасы дүниелері сізге байқалмайды. Өйткені сіздің мақсатыңыз үлкен. Ал сіз егер 10-нан кейін жарайды асықпай 15-ке шығып алайын, сосын 15-ке шығып қойын, 21-ге барсам болады демеңіздер. Жоғары армандаңыздар, мақсатты жоғары қойыңыздар. Жаңа чайник аламын деп армандаған адам, мақсаты жаңа чайник алу болса, ол адам ешқашан жаңа үй ала алмайды. Өйткені сіздің барар жеріңіз берік жақ болып тұр, көрдіңіз ба? Сондықтан сіз жоғары мақсат қойыңыздар, қыздар. Жалпы мына мен енді үнемі айтамын, кімнің болса да өмірбаянын оқимыз ғой енді. Мен енді өз басым оқимын, мысалға Арнольд Шварценеггер болсын, кино саласындағы адам болсын, спорт саласындағы, мәдениет саласындағы қандай жетістікке жеткен адамды қарасаңыздар, иә, мақсатты үлкен жаңағыдай жоғарылап алған адамдар. Амбициозные цели дейді. Реальные цели емес, мысалға нақты мен енді біз не істейміз, кошелегімізді ашамыз, айлығымыз мысалға 150 мың или 100 мың или 50 мың, соған айлыққа қарап отырып туралаймыз ғой, мақсат
мақсатымыз неміз де қорқамыз анандай үлкен неткенді. Сіздер қорқпаңыздар. Сіздер мақсатты айқын қойыңыздар. Мақсатыңыз сізді жаңағыдай постоянно мотивация жасап тұру керек. Мына алғаш тіркелген кезде, бизнеске тіркелген кезде, сізге бір нәрсе ұнады ғой, сіздің көзіңіз жанды, иә? Қатты ұнайды ғой, енді алғаш тіркелгенде, жарайды, қойшы деп тіркеле салатындар, енді мен ойлаймын, олар некен саяқшылар. Алғашында бізге ұнайды, мен де айлықты алғым келеді, жетістікке жеткім келеді, тіркелеміз ғой. Сол тіркелген кездегі состоянияны прямо зафиксировать етіңіздер. Не ұнады сол кезде? Қандай нәрсе үшін келдіңіз? Сол тіркелген кезде қандай мақсат болды сізде? Я, қойш, менде осы 100 000 теңге үкіметтің айлығына қарап отырғанша қой, енді айлығым шайлығыма жетпейді ғой. Бір нәрсе істеп, қосымша жұмыспен мен үлкен жетістікке жетейін. Айнұр алып жатыр екен, жақсы, мен істеп жүрген жұмысты Айнұрды істеп жүрмін, ол да неге мен істемеске деген сияқты. Мысалы, иә? Или болсында жаңа босанған әйел, ол жасап жатса, мен неге жасамаймын деген сияқты. Келдіңіз ғой, тіркелдіңіз, иә? Сол уақыттағы состояние зафиксируйте. Прям соның неге ұмытпа деймін, неге оны фиксация жасап ал деп жатыр. Өйткені мына өмірімді түбегейлі өзгертемін, осы жерге келіп анау 15-ке шығамын, 33-ке шығамын, лидер боламын деген адам алғаш әрекетін бастаған кезде қарсылықтар шығады сіздерге. Әрекет етпеген кезде ғана ештеңе болмайды өміріңізде. Әрекет етіп бастаған кезде басталады неше түрлі әңгімелер. Неге мен айтамын? Стартта бәріміз бір дейміз, алғаш бастаған. Сіз де, мен де, алғаш келген түгеліміз бірден көтерілеміз. Бірақ, міне, мысалы, өткенде кейбір келген қыздар бүгіндікке келген жоқ. Бар ондай қыздар арамызда. Өткендегі кездесуге, бір айдағы бұрынғы кездесуге келген қыз бүгін келген жоқ. Неге? Тоқтатып қойды бизнесті. Не үшін? Жаңағы жүріп барысындағы қарсылықтарға төтеп бере алмаған үшін. Дайын емес пе? Мақсат айқын емес пе? Білмеймін, әркімде әртүрлі. Бірақ бәрімізде сондай болды. Әрекет еткен адам өздеріңіз көріңіздерші, басталады. Енді оған шыда болады жаңағы. Әузубиллах, құлақтарыңызға сыбырлап, қайтесің, қош, әсем сөйлей береді. Конечно, оған оп-оңай, не қыласың, өзің жұмысың өзіңе жетіп жатыр. Сен 4 баланы барып жатырсың, осылардың тамағын бересің, күйеуге жағдайын жасайсың, одан артық саған не керек? Жата тұр бүгінше, жауын жауды шықпай-ақ қой. Басталады сондай нәрселер. Көрдіңіздер ма? Ол сіздерге сол қарсылық. Міндетті түрде сынақ болады. Сол кезде сынбасаңыздар, мақсатыңыз айқын болса, жаңа келгендегі алғашқы жанған көзіңіздің отын өшірмей, ары қарай әрекетті жасай берсеңіздер, жетістікке жетесіздер. Лидер деген кім? Жетістікке жеткен қыздар кім? Көбірек жоқ деген сөзді естіген адамдар. Біз әлі ғой не істейміз? Ол болса айтшы, таргетте жоқ деймі адамдар? Жоқ дейді. Бірақ лидер деген сол жоқты ести, жоқ деген сөзді жайлап, я деген сөзге айналдырған адамдар. Баяғыда менің спонсорларым басқа компанияда, бір малышқа енді билейді сахнаның алдында. Жаңағы бұл сетевой деген алғашқы сіздің қадамыңыз песенкадан тұрады дейді жаңағы. Нет, 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 да. Нет, 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 да. Сіз осы әрекетті дейді, көбірек жасаған сайын сіздің песенкаңыздың сөздері өзгереді дейді. Дамыз көбейеді жаңағы. Нет, 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 да. Көрдіңіздер ма? Сондықтан сол даларға жету үшін сіздерге көбірек әрекет етіңіздер. Ол деген мысалы міне Айнұр ханым тұр, лидер, Толқын ханым, Аида ханым, Гүлнар ханым, сонау Талдықорғаннан ат теріп келіп отыр біздің Анар ханым, Ұлболсын ханым, менің өзім, бірақ күнде лидер бола салған жоқпыз. Мысалы Ұлболсын 10 күнде, 7 күнде ашты лидерлік статуста. 7 күнде с нуля аша салған жоқ. 7 күнде ашу үшін алдыңғы компаниядағы опыт көмектесті. Көрдіңіздер ма? Сондықтан арамызда қазір әртүрлі адамдар өмірі сетевойға қатысы жоқ. Осы бірінші нені ерсақтан бастағалы отырған адамдар, бастап жатқан адамдар бар. Қандай да бір кішкене болсын опыты бар, бұрын бір компанияға барып келген адамдар бар. Бұрынғы компанияда сәлде болсын көтеріліп жетістікке қарай жол жүрген адамдар да бар. Енді ол өздеріңізге байланысты. Сондықтан сіздер ойламаңыздар, неге мен Әсем сияқты тез жетпеймін, неге мен мысалға спонсорым Айнұр сияқты тез жетпеймін деп, олайда жанталасып қажет жоқ. Бұл нәрселерді мен бірден қозғап жатқаным, осы маған түсетін сұрақтардың бірі.
мен жолды қарап отырмын, сетевой, наверное, мен сияқты мен уже шаршадым. Мен қашан келген? Бір ай болды, мен түк істей шыққан жоқ. Мен бір ай деген түк демес қой, бір ай деген. Бір ай деген мына жерден жаңағы көрсеткіш айтатындай, сіздің бұл жерде сетевой майо, не майо деп шешім қабылдайтындай уақыт па, айтыңыздаршы. Түк демес қой. Бір ай деген ол әлі даже стартануть етіп үлгермеген адамның уақыты ғой. Сондықтан мысалға біз не істейміз? 40 жыл үкіметке жұмыс жасаймыз, иә? 40 жыл жасаймыз. Өзі менің ойымды өзгерткен сызық осы, бір сызық. Жаңағы сызық 0-ден 20-ға дейін көрсетеді маған. Мен өзім негізі ұстазбын. Мына сетевойға дейін Қазақ ұлттық өнер академиясында сабақ бердім. Бірақ сетевойға ешқандай қатысы болмаған адамда өмір бақи сетевойдың мына айтып, мына қолына каталог беріп келіп тұрған әйелдерді көргенде вообще ішінен жек көретін енді. Алла өзі кешірсін. Білімсіздігім болған кезде менің білместігім, әкеме. Даже су бар. Сонда жаңағы мен ойлаймын ғой, ана кісі маған бірден айтып жатыр, барынша, иә, жаңағы каталог бар қолында. Сосын мен ішімнен ойлап тұрмын, ой Алла, әп-әдемі киініп тұр. Неменеге осылай өзін-өзі түсіріп, маған каталог берді. Осыған бір естіріш жұмыс табылмадым екен деп тұрамшы, келген сайын ішімнен аяймын әр әйелді. Ал енді өзімен үлкен деп ойлаймын. Ең алғашқы менің осы сетевоймен қарсы бетпе-бет келген жерде, сонда жаңағы енді тәрбием жібермейді дейді, үлкен адам тыңдау керек дейді енді ғой, әйтпесе неше түрлі адамдар ғой, кетші деп теріс қарап кетіп қалатынды, иә. Жаңағы кісінің еңбегін бағалап, енді тыңдап тұрамын, бүйтіп. Бір уақытта жаңағы каталогтасы кетті, әсем қараш дейді, жақсы апай қоя салыңызшы, апай шығып кетсін, лақтыра саламын ар жаққа қарай жаңағы бір шкафтарға неге академияда жүрмін ғой, сабақ беремін. Сонда жаңағы арасында бір уақыттан келеді, жаңағы әсем каталог көрінді. Каталог қай жерге лақтым, сол жерде бірдеңе тауып беремін. Сөйтіп жүргенде бір 3-4 ай артымнан жүгірді, иә. Сосын бір күн өзі де ойлады ғой, менде ана жақта уже спонсорлар айтып жүрген екен. Маған деп айтады, әсем, енді мен кешірім сұраймын, иә, өзі бір ыңғай деп тұрғанда өзімнің несін кіргізіп жібердім мына сөзіме. Қалай келеді? Жаңағы ойымды не өзгертті, соны айтайын деп тұрмын ғой. Жаңағы маған келіп айтады, әсем, сіз дейді, жарайды, мен может жеткізе алмай жатқан шығармын концерт. 4 айдай болды ғой артыңызға келіп тұрғаннан. Ертең бір сағат 3-те Розыбакиева Абаяда осындай бір офиста сізбен жасты дейді, Жұлдыз деген қыз бар, сол қыз презентация өткізеді. Сол қыз 21 күн сайын 120 мың теңге алады. Сол кездің несі ғой, 120 мың деген $1000 ол кезде. 120 мың теңге алады, ішінде уже йокнут еткен ғой жаңағы. Қайдағы 120 мың, уже басқаша ой кете бастады да менде. Мен 39 мың аламын, ай сайын азаннан кешке дейін жаңағы заведующийдің сөзін естіп, ауырып қалсаң сенен асқан ауру жоқ, білмеймін, әйтеуір қиямет қайым ғой. Таңертең 8-де жұмыстан қалсаң отырып объяснительный жазып, өңкей профессорлар, жаңағы профессорлардың жұмысын жүргіземін, солардың қағазын жөндеймін, өйткені ставкам аздап, плюс еще не болып кіріп алған лаборант болып. Лаборант ретінде жаңағы бүкіл профессорлар кофе ішеді тұрып кетіп қалып, солардың кофесінің артын жуып жинап, пирожкиін алып беріп, қағаздарын отчетін жасап, сөйтіп жүрген адам болғанмын ғой мен. Сөйтіп маған айтады, жаңағы осындай бір қыз 20 күн сайын 120 мың алады. Ертең сол қыз өткізеді, пожалуйста, келіп осы жерге отырыңыз, бір-ақ сағат уақытыңыз кетер. Ұнаса, ұнамаса, кетесіз. Егер ұнаған жоқ әсем маған деп айтсаң, бүгіннен кейін мені көрмейсіз дедіңші. Ой, ішінен қуандым. Мен сразу айтып, барам, ертең бастықтан сұралып барам. Сондағы екі мақсатта басымда, миымда. Бірінші ойым, жаңағы мына елді көрмеудің амалы менде. Өзінен бір керемет бір сәт түсіп тұргенде, ертең барам, бір Алла қаласа бір сағат уақытын қиып отырып, тұрамын да, апай, рахмет, сау бол, не кемесін ау деп айтпақшымын ғой. Сонда екінші ойым әкетіп бара жатыр да, менен жасты қыз не жеп 20 күн сайын 120 мың тауып депші. Мен мұнда 39 мың. Бір ай айтса деген қандай, иә? Еще мен бір ай сайын тауып, ол 20 күн сайын тауып. Арифлайм ғой ол кезде. Сонымен жаңа ертеңінде бастықтан сұралып өтірікті алды, енді презентация демесі ғой, өлдім ала жібермейді ғой. Жаңағы жерге бардым, өзімше болып отырмын, қолда блок. Білмеймін, ол блок деген нәрсе маған бәрібір. Өзімше бір мен академиядан келген адаммын ғой, ана жерде Роза Рымбаевамен, Исқалиевамен бірге жүрген адам. Жаңа үстіп отырмын, бір уақытта жаңағы қыз келді, прям
жеп тақтаға деген шығып ананы айтып мынаны айтып басында енді егетші деген сияқты отырып бірақ интересно не істейді екен, цифралар кетті. Мен өзі адамның түрін, қандай машинаға міндім, машинаның Мерседес, Тойота дегеннен басқа ештеңені ажырата алмаймын. Но мен цифраны жақсы көремін, өзі мамандығым экономикада. Анау маған ұнап барады, цифрларды айтқан сайын жаңа миллиондарды айтып жатыр, керемет анау нелерді айтып жатыр. Содан жаңа сызды. Алғашқы өмірге келген кезіңіз дейді, мынау құдай жоқ болған. Иә, маркер жарайды, қазір келе жатыр маркер. 0-ден бастап 20 жасқа дейін дейді, ештеңеде ойламайсыз, ақақай-сақақай. Неге? Әке-шешеңіз алып береді, әке-шешеңіз тамақтандырады, өзіңіз білеміз. 20 жасқа толған кез келген азамат өмірде өз жауапкершілігін өз қолына алады дейді. Неге? Ол ары қарай пенсияға жеткенге дейінгі уақытта жұмыс жасап, өзінің жаңағы обеспечить старость дейміз, қарттық шағын қамтамасыз ету мақсатында, иә? Кез келген адам жұмыс жасай бастайды. Сосын айтады, мына жерде 60 деп жазатын енді біреуде. Ол кезде 58-63 деп біз 60 деп алатынбыз, қазір біз әйелдерде тең етіп барамыз ғой еркектермен. Сонда айтады, мына жерде дейді жаңағы сызатта 40 жыл дейді. 20 жастан пенсияға шыққанға дейін біз не істейміз? Біреуге жұмыс жасаймыз. Біреудің мүлдем бизнесін бізге қатысы жоқ. Анау академия, ол академия өзімен өзі мемлекеттік. Егер болмаса біреудің қол астына барып жаңа наемный работник боламыз. Абсолютно басқа таныс емес біреудің бизнесін дамытамыз. И определенный бір ақша алған. Ал мына бизнесте қандай артықшылық бар? Мына бизнесте 40 жыл демейміз, 40 жыл деген атпадайық. 4 жылда демейміз. Баяғыда алғаш офлайн бастағанда біз 4 жылда айтамыз. Ол кезде 4 жыл деген нормальный срок болды. Мен алғаш тоже рекордтық нәтиже жасап 1,5 жылда директор болғам. 1,5 жылда Арифлеймде сол кезде. Это нормально болған. Қазір 1,5 ай, 1,5 күн болып қалды ғой онлайнмен, иә? Сондықтан бұл жерде біз айтамыз. Хотя бы кәдімгідей алдыңызға түбегейлі мақсат қойып, бір 4 аймен, бір 7-8 айдың ортасында өзіңізге срок беріңізші, уақыт. Мен осы сроктың ішінде жасап беремін. 1 ай демеңіз. Анау ашты ғой 1 айда, анау ашты ғой 2 айда. Ол менікі емес, мен жасай алмаймын ғой демеңіз. Сіз өзіңіздің шамаңызға қарай осы бизнесте жетістікке қарай жүгіріңіз. Сонда мынау жаңағы сызық менің ойымды түбегейлі өзгертіп тұрады. Мә дедім мен. Әрине күшті жер. Телевизордан көретін адамдардың бәрін живую көріп жүрген жер академия. Ол маған не береді? Одан кейін елестете бастадым. Өзіммен әкеммен анамды. Қазір пенсионерлер. Аллаға шүкір тірі, отыр. Бірақ телевизордың терезенің алдына отырып, аяғын жылы батареяға қойып, сол кім жаман, үкімет жаман, Назарбаев бүйткен, қосатын бейсақпайыз айтатын әңгімелер сол да, көрдіңіздер ме? Жаңағы алып отырған зейнетақысына өзінің сол 40 жылда кеткен денсаулығын қалпына келтіріп қана отыр. Енді ол кезде ондай мүмкіндік болған жоқ. Қазір енді мүмкіндік деген керемет көп қой, айтыңыздаршы. Қандай керемет. Мынау телефонда алып қалсақ, небір нәрселерді көреміз, иә? Сондықтан қазіргі заманда, құрметті команда, бір жерде отыратын заман емес, просто так отырмаңыздар. Мына жерде енді үлкен буынды адамдарға қарағанда жастар дегенмен орта буынмен жастар көбірекпіз, иә? Адамдар, мен айтамын, уақыт өте келе біз жасамаймыз ғой. Келесі жылы 50-ге толасыз, 51-ге толасыз, 52-ге толасыз, қартая бастайсыз, күш қуат кете бастайды да. Қазір сіз әрекет етіңіздер. Қазір сіз не жасасаңыз да, қара жұмыс жасасаңыз да, мынандай бизнес жасасаңыз да, любой жұмыста сіздің ісіңіз өнеді. Рас қой, өнеді. Жетістікке жетесіз, любой сферада, тек жасасаңыз ғана. Ал қазір жасамай, қазір жалқау адамдар өте көп. Ой, анау айтады қазір, мен біреу мойындамайды, может өз ішінде өзі мойындайтын шығар. Қазір сіз жалқаусыз десең, жоқ, мен андай, мұндай, мен күйеуім, сен көрер едің мен орнына келсең деген сияқты өзін-өзі ақтап шығады. На самом деле, мына барлығыңызға қанағат тұтып, қанағат еткен жақсы, қанағат қарын тойғызады. Бірақ оның басқа мағынада да ол. Ал сіз мынау зона комфортаға кіріп, кішкентай ғана айдыныңызбен олай отырудың қажеті жоқ. Шығыңыздар зонадан, жетістікке қарай талпыныңыздар. Өйткені жетістікке жетіп жатқан адамдар бар ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сіз ойлануыңыз керек. Мен 50-60 жасқа келген кезде идея басыңызда толып тұрған күннің өзінде де сіз соны жасаған кезде сізден
анау атты нәтиже шықпайды. Өнбейді. Жұмысыңыз көрдіңіз ба? Кішкене сіздің возрастыңызға әсер етеді. Сондықтан мен ойлаймын, қазір керемет деген андай мүмкіндік беріп тұрмын. Мен қатты қуанамын, мен Ерсаққа келгеніме. Бұрын бір басқа компанияда отырғанда кішкене бүйтіп отыратынбыз, жаңағы ішімізден ай деген сияқты. Өніміміз дұрыс болмайды, бірдеңеміз дұрыс емес. Қанша мына жақтан көпіріп айтсаң да, мына жақтағы сен нәрсе подвать еткен кезде қиын да, көрдіңіз ба? Сол кезде жаңағы көзіңде, өзіңде чанып беріле алмайсың. Беріп келе жатсаң да бір артынан бір деген дыр-дыр тоқта деген сияқты етіп тұрады. Көрдіңіз ба? Ал енді мына жерде мынандай өнімдермен мынау деген керемет қой. Мұнан қанша көпіре берсеңіздер де, айта берсеңіздер де, мынау деген кейін сіздің алған адамыңыз сол жерде точкаңызды қоятын нәрседе. Керемет теріп барып нүктесін қояды әңгімеңіздің. Сондықтан, мысалы қазір біздің командада өте көп жай ғана продукцияға келіп, бизнесін жасап. Осы жерде негізі менің командамда емес, ана жолы көрдік, осы Мақпал бар, бәрін жоқтан. Бір үлкен апа бар. Енді апа енді андай апа да, интеллигентный апа. Басында кәдімгідей жаңағыдай шляпалар бар, ерекше бір киінетін кісілер болды ғой, өзіне қарайтын. Сондай кісі, үлкен кісі, 70-тің үстінде дейді енді сол кісі. Сол кісі енді өзі самодостаточный, қай жағынан да өзі де білімді, былай жан-жағы да енді ондай бір өмірімді өзгертіп ақша табамын дейтіндей емес, сондай адам екен де. Сол кісі жаңағы ойынға келген ғой енді. Айтып жаңағы маған бизнес айтып жасайды, тоқта деді. Мен бизнес жасамаймын, маған да ше бизнес. Не бар, үйім бар, анау бар, мынау бар, жасым болса келіп тұр. Мен просто для себя қолданайын деп. Алып, барып, қолданып, күрбақты өзі андап тұр еді. Мынау деп керемет деп жаңағы ана апа емес үйде отырған, анаған айтып, мынаған айтып, команда постоянно үшілі жүрді жаңағы кісі. Бір үлкен апа бар ғой, Мақпал ханым, иә? Осы жерде 70-тің секілді. Сол апа жасайды. Ана апа қарап тұрып, сәлеметсіздер ме? Жүгіріп кеткім келеді де, ана кісі жасап жатқанда. Сондықтан сіздерге айтарым, жасаңыздар, керемет дейін, мүмкіндік бұл. Өмірлеріңіз түбегейлі өзгереді. Ашық болыңыздар барлық нәрсеге. Максимально осының бәрін алуға тырысыңыздар, беріп жатқан дүниелер. Жаңа айтып отырмын, қыздар, жас қыздар әсіресе. Сіздер де, мысалға, таныстарыңыз өте көп қой. Чаттың ішіне қосып жіберіңіздер. Прямой эфирдің ішіне қосып жіберіңіздер. Просто сіздің неңіз дұрыс бағыттауларды беріп жіберіңізші. Ары қарай ол өзі сіз даже кетіп қалып, мен айтамын, мысалы, спонсорға қарайтын бизнес емес қой бұл. Сіз екеуі бірге пайда болған жоқ. Иә? Сізде басқа ID нөмір, менде совсем ID нөмір басқа. Сіз спонсорға да қарайтын бизнесіңіз. Өзіңізбен өзіңіз аға бұрқырап бизнестің мәнін түсініп кете берсеңіз ары қарай, сіз міндетті жетістікке жетесіз. Тіпті спонсорыңыздан да асып түсіп кететіндей бизнес көрдіңіздер ма? Сондықтан енді мен барынша жаңағы барлық адам енді алғаш келген кезде сол отып сөніп қалмай, ары қарай алып кетіп осыны тұтандырып, одан арман жаңағы бұрқыратып жасап, жетістікке жетсе екен дейді менің мақсатымда. Енді Аллаға шүкір, өздеріңіз де көріп отырсыздар, иә? Ай санап, күн санап, осы жетістікке жетіп жатқан адамдардың саны күн санап артып жатыр ғой. Иә? Жаңағы менің немді түсініңіздер ғой, иә? Мынау міне. Осы менің өмірімді өзгерткен сызық. Мен ойладым, қой, мен қайда жүрмін? Мынаны айтады міне. Дом, работа, дом, дом, работа, дом, дом, работа, Наурыз, дом, работа, Новый год. Образ қой. Бірдеңе өзгерді ма? Ештеңе өзгермеді. Белка в колесе дейді. Білмейсіз, таңертең тұрасыз, бетіңіз жуасыз, нетесіз. Міне қыздар айтыңыздар, күнделікті бір сағат өмір ғой. Даже сіз үйде отырған қарапайым декреттегі адам болсаңыздар, мен айтайын, менің бір өз жақсы қасиетім деп ойлаймын, иә, өзімді өзім сол үшін құрметтеймін. Мен бір жақсы бір нәрсе бастасам, түбіне дейін жетпей қоймаймын. Өз бала күнімнен сондаймын. Үйде 3 қыз болдық, 3 қыздың ортаншысы болдым. Мені ауыл шаруашылық министрі дейтін. Мен далада ұлдың жұмысын жасаймын да, картошка егем, картошканы түптеймін, жаңа шөп түсірем, мал қарайым, малдың астын шығарам. Сонда мысалға жаңағы картошка егіп бастасам, мен ана картошка бітпейінше қайтпаймын. Тамақ ішіп жатса да, мен деген жаңа, міне бала күнінен де сондай. Сол қасиетім осы жерде де маған сондай. Бастаймын ба, до конца апармасам қоймаймын. Сонда мен мынаны көрген кезде енді шын
ойландым. Мен рас не істеп жүрмін? Анау жаңағы қыз менен қай жері артық? 120 мың алып жүрген. 39 мың теңге 4 жыл жұмыс жасадым өнер академиясында. 5 мың теңге өсіпті, 41 мыңға дейін. Енді ай сайын кішкене өседі ғой. Сонда 5 мың теңге. Ал мына жерде айлық қандай? 5 мыңды сіз бір-ақ күннің ішінде таба аласыз. Айырмашылық көрдіңіздер ма? Және бұл бизнестің бір жақсы жері, таңертең кешке дейін балаңызды тастап, жолдасыңызды тастап кетіп қалмайсыз. Солардың жанын толтырып та жасауға болады. Біз енді ана жыл Айнұр ханым өте керемет прямой эфир өткізді ғой. Көрдіңіздер ма? Прямой эфирде қалай жүргенін айтты ғой. Біз сөйтіп жүргенбіз бұрын, бала шағаны жауып, өзің жүресің, кетесің, анадан қорқып, мынадан қорқып, бір күн жылап келесің, бір күн жынданып келесің, бір күні күшті жайма-шуақ настроениемен келесің. Өйткені сөйлескен адамдарыңызға байланысты. Ал мына бизнес деген рахат қой. Жолдасыңыздың жанын толтырып, балаңыздың жағдайын жасап, арасында жүгіріп барып ұйықтап қойып, тамағын бере қойып, былай жасай бересіздер. Көрдіңіздер ма? Сондықтан енді менің кеңесім, бастадыңыз ба, толықтамаңыз. Біреу жайлап жүреді. Біреу мысалға арамызда қазір отырған айтады, 2 сағат уақытымды бөле аламын бизнеске дейді. Мейлі, жүйелі түрде бөле бергіші бірақ. Ол деген жаңағы жүйелі деген не деген сөз? Күнделікті әрекет ету. Андай болмау керек, жаңа 2 күн қатты бұрқырап жұмысты жасап тастап, 3 күн барып қойып, 2 күн жұмысты күшті жасадым ғой деп демалу емес. Тойлатып, жаңа бір кісілер бар, бізде даже болды, биясе деп, мен вебинарымда бір директорға шығып алды да, ой, енді бар ғой. Мен ойладым, ана пандемия кезінде қоятын шығар деп. Білмеймін, бітпейтін той. Той енді жақсы ғой әрине, бірақ адамды аппликат етеді, көрдіңіз ба? Сондықтан тойға барғанның өзінде сіздерге тиімді пайдалануға болады да уақытта. Тойдың ортасында жаңағы ары-бері шыққан кезде, құрбыңызбен туалетке барған кезде мысалға, осы бизнес жағын айтып қалу. Мен сондай бір қызық болған осында бизнесті бастағанда, жаңағы академияда ана каталог бар ғой, жаңағы кісен мен тыңдап болдым отырғаннан кейін. Бір уақытта біткеннен жаныма келді, әсем қандай шешім қабылдадым деп. Рахмет сізге, рахмет мынандай мүмкіндікті көрсетуіңізге. Бүгіннен бастайын дедім. Сосын жаңа сұрадым, жаңа қыздың жанына барып, мен бастағым келді, қатты. Мынай жоқ қой, көзіммен жаңағы тұста естен деуім, маған каталогты алды, каталогтарды тарат деді. Қалай таратуды айтқан жоқ, тарат деді. Каталогтың бәрін ана жерде алып алдым да, мен таратамын деп кетіп қалдым. Сонда жаңағы бірінші енді академиядан бастаймын ғой, өзім өнер академиясынан. Содан жаңағы алам жүгіріп кетемін, жүгіріп жүремін, білмеймін, әйтеуір бірінші этажға шығамын, екінші этажға шығамын, нетіп жүремін. Сосын уже менен адамдар қаша бастады. Уже байқайды екенсің қаша бастаған. Сосын жаңағы сөйтіп жүргенде бір күндері маған заведующий ұрысты. Кәдімгі жанына тұрғызып алды, шақырып тұрды, әсем, сенің жұмысыңа жалып түсіп жатыр. Сен уақытылы бітіре алмай жатсың. Отчетың дұрыс емес. Білмеймін, бәрі вроде дұрыс, бірақ сен істемей жатсың. Сенің анау әріптайымың, неменен каталогты алып жүрсің. Таста деп ұрысты маған. Сосын мен енді жарайды дедім, жоқ тастамайын деп айта алмайсың, қорқасың ғой басты қойып. Сосын жарайды дедім де, сосын жылағым келді, сөз естігенде жаман болып, бірақ қойғым келді. Өйткені жұмыстан кейін барғанда аналарды көрем ғой. Аналарым сіз сияқты командада бірдеңе істеп жатады, жаңа лидерлер, чүйірілікерлер, соңындағы мақсат ана сахнаға шығып осылардың жанында тұрсам деймін де, ана көрдіңіз ба қандай кереметін желание ұрып тұр да, бастықтан сөз естісем де анадан барып энергия алып келем ғой, қайтадан келемін. Сосын не істеймін? Жұмыс уақытында көзге түспеу үшін отырамын жұмысымда, жасаймын, серьезно нетпей, серьезно немен, мидың бәрі әдеттерінде, бірақ мына каталогты аламын да, обед уақытында, мына ішімді ашып, қарнымның ортасына салып аламын да, жаңа қайтадан жүгіремін ғой. Елдің бәрі обед ішеді ғой. Басында жаңағы, білемін, қыздар отырады, жаңағы неше түрлі кафедралар бар, әртүрлі академияның несі бар, екінші этажымызда колледж болды, оларға барамын, бәріне барамын. Сосын жаңағы заказ жинаймын, айтамын. Ол кезде енді аса бизнеске шақыру деген жоқ, көз жанып мен де, маған туш деген керемет, нан ал, жанан ал, заказ жинап, бәрін заказ жинап. Ана неге жүгіріп барамын, қайтамын үстінен есептеп көремін, жаңағы пайдамды. Оны көрсем вообще мәзбін. Сөйтіп жүріп жасаймын да, күндердің күнінде даже жаңа қыздар есік ашпайтын болды шы маған. Біледі ғой өйткені мені. Сөйтіп сосын енді қашанға ол бір ненің ішінде жүгіре беремін. Уже бітті маған жүгіріп болып. Сосын құрсын дедім. Ертерек жұмыстан бірдеңе бастығы есіктен болса, мен тесіктен деп. Анасы қарап тұрамын, кеткен кезде шығамын да. Ана мен Каблуковада болатын. Тура мен трамвайдың бұрылатын жерінде арбитражында жұмыс.
жаңа каталогтардың бәрін алып неге шығамын ғой. Атакент бар ғой, соған бар. Мен ең жақын жер сол да, анау Тихая галереяға жүріп. Атакентке барам, бұрқыраған жерде гүл сататын бар, не бар, қанша бутик бар, бәріне барам. Бүгін сол жерде тастаймын, 2 күннен кейін жинап, ол жерден жинап алғанды басқа жаққа тастаймын. Мына қарама-қарсы бәрі магазин болды сол жерде. Содан күндерді жаңағы троллейбуста түсіп, уже уақыт өте келеді. Бір ай болды. Менің атым ешкім айтпайды, әріплейін дейді. Жаңағы автобустан түсіп, мысалдан айтып, әріплейін келді, әріплейін. Ой, жалам жаңағы. Бүгін ойламадым, троллейбустың жаңағы студенттерім біреулер жүрсетін жақын жер қойды. Жаман ұялсыз жанына барамыз, тәте, әріплейін демекші, әсем оятып жүріп. Сөйтіп жүріп, енді көрдіңіздер ме мына? Қатты мақсатының айқын болғанды, ниетінің сонша жетістікке жеткім келгенін сонша айтып отырмын. Жаңағы мінезім, кім не десе де тыңдамай, ана қыздарды болып сол қыздармен олардың арасында болуға тырысып, сондай уақыт өтіп тәжірибе жинақтаған адамның бірімін. Сондықтан да қанша жоқ есім, қазір оны айтсам енді қазір жетеді. Анау Айнұр ханым айтқандай талай жерге барып сіздер бір сөзбен ғана түйіндейін осы сөзді. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мына қызды бәсе осынша неге осылай сөйлейді десе, демек ұстаз екен ғой дейсіздер ғой, иә? Ұстаз деген мүлдем бөлек нәрсе. Мен өз пәнімді білемін, 4-5 жыл мен оны университетте оқығанмын. Мен оны қазірге келіп сіздердің алдарыңызда мен студент деп тұрсам, мен оны айта аламын. Сетевой деген вообще басқа нәрсе. 3%-ға шыққан кезде 150 балл жинап. Мені мына подведение итогада мына жерге шақырды сахнаға. Көрсеңіздер мандраждап, аяқ қолым деген дірілдеп, мына жерге шықтым. Сонда маған айтады, әсем дейді. Мақсатыңыздың келесі каталогқа болған кезде, сонда жаңағы бір сөзімен жаңағы уайымнан мен сөйлей алмай, әрең бір нәрсені айттым, 2 сөздің басын қосып сөйлей алмаймын. Ол мүлдем басқа. Сетевойда сіздердің жүргендеріңіз керек. Ол деген кәдімгідей өзінің школасы. Мына прямойға шыға алмай жатсаңыздар, шығыңыздар. Не обязательно 33%-лықтар ғана прямой деген сөз емес. Инстаграмның жұлдызы болуға шығыңызға тырысыңыздар, талпыныңыздар, қолдарыңыздан келеді. Қазір бар ғой, мен енді бір рет айтайыншы сіздерге. Запрос жіберіңіздер дейді прямой эфирға, иә? 200-дің ішінде запрос тұр. Сол запросқа просто сіздер аккаунттарыңызды жазып маған, Мақпал ханымға, Айнұр ханымға, спонсорларыңызға жіберіңіздерші, иә? Мен жаңа 200-дің ішінен талай адамды іздемекші болып, мен қосайын запросу деп қабылдайын деп, қанша адамның страничкасын қарадым. Болмайды анандай страничка, қыздар. Кімде страничка дұрыс емес? В первую очередь үйге барыңыздарды кешкісін. Білмеймін, жолда кетіп бара жатып па қазір парақшаны жөндеп қыздар. Мен ана парақшаны қарап, мен ойлаймын, қандай адаммын? Оқпайсыз, кейбіреуінікі вообще не? Жабық парақша. Жабық парақшада қайда бизнес жүреді? Қорықпаңыздар. Парақша деген не ол? Ол сіздің айнаңыз. Сіздің жетістіктеріңіз бен сіздің жасап жатқан жұмыстарыңыздан тұратын дүние. Сіздің мүмкін ол сосын мен жаңағы бар ана өзінің туыстарымен жүрген парақшаны жауып қояды да, мына жақтан барып бөлек парақша ашатын адамдар бар. Ашпаңыз бөлек парақша. Сіз наркотикке шығып жатқан жоқсыз ғой. Темекі тартып жүріңдер деп жатқан жоқсыз, иә? Алдау, кереметтей нәрсені деп жатсыз. Қайтадан бастап нулевой парақшадан әрбір адамды қайтадан жинағанша дайын парақшамен жұмыс жасаңыздар. Но парақшаға, пожалуйста, әдемі аттарыңызды жасаңыздар. Кукус бірдеңе дегенде парақшалар бар, неше түрлі. Түк ұғынықсыз, түк мағына жоқ. Кәдімгідей аты жөніңізбен, иә? Атыңыз қалай? Әсел Бақытжанқызы деген сияқты. Мысалы, білмеймін, соған келістірбе, ол бренд, ол сіздің болашақта сізді сататын дүние болу керек. Әдемі суретіңіз, содан 2 баласын суретін қойып қоятындар бар Инстаграмда. Қоймаңыздар оған. Ол бизнес парақшаңыз, сіздің жеке парақшаңыз бұл. Әдемі бір күшті көрінетінде бір суретті қойыңыздар. Содан кейін күнделікті бастаңыздар. Прокачка дайын бір тегі прокачкада 257 адам отырмыз тура деген тырсылдап шығаратымыз 25 сағат. Ары кеткенде бір күшті бір мотивация берген бұрқап бір 39 адам шығады. Неге қалғанымыз шықпаймыз? Жасаңыздар. Балаңыз пока кішкентай. Мақсат қойыңыз алдыңызға. Мына бала мен 2 жасқа толғанша, мен бұл жерде осындай айға алатын адам болуым керек. Менің әкем мен шешемнің көзі тірісінде мен
солардың қолын жылысуға салуым керек. Маған сол үшін мына жерде осынша уақытта осынша нәрсе керек. Мен мына біреудің босағасында жүріп шаршадым, өзімнің баспанам болу керек. Сол үшін маған мынанша ақша керек. Мен сол үшін мынаған жету үшін әрекет етемін дейміз. Қазақтар өте көп біреудің босағасында жүріп. Мен бір танысым осыдан 3 жыл бұрын жолдасы қайтыс болып кетті, асылып қайтыс болды. Сол кісі съемный квартирада мен жаман жүрегім ауырды. Қандай, қарашы, бала шағасын тастап кетті мысалы сондай жерде. Ең өкінішті нәрсе сол ғой, мысалы дүниеден өтсең де өзіңнің емес, өздерінің босағасынан кеткен. Ол деген басқа салмасы қиын нәрсе. Сондықтан қыздар, қыз-келіншектер, әпкелер, сіздерге айтамын, мүмкін нәрсе просто сіздер жасауларыңыз керек. Жаңағы айтқандай жүйелі түрде 2-ақ сағат бола берсін. Но бүгін ертең үрсіңіз, среда, суббота, воскресенье барлық күні. 5 сағат болса да суббота, воскресенье барлық күні. Жүйелі деген нәрсені ұмытпаңыздар. Демалу деген жоқ, жайлап. Тойға барсаңыздар, өзіңізді мақтайтындай. Бүгін келіп, тойдан келіп, шешініп, жатып, ұйықтап алғанда, мен мықтымын дейді. Ана Гүлжамалды қоярда болған жағын қоймай, айтты ғой жаңағы бизнесті. Деген сияқты өзіңізге жаңағы күшті көңіл күймен жаттыруыңыз керек те. Ол үшін не істейміз? Түнде кәдімгідей отчет беріңіздер. Бүгін мен қандай дұрыс іс жасадым? 2 адам тіркеп айтыңыздар, қандай күшті, 1 адамды тіркесеңіздер, ол заказ салса вообще кайф қой, күшті болсыздар, иә? Вот сол үшін әрекет етіңіздер. Өзіңізді, өзіңіз жүйелі түрде әрекетке шақырыңыздар. Орындықтар. Енді бір нәрсе. Қоймайды дей ма, енді мен осындай мен барымша пайда болуға тырысамын. Ер азаматтар қосыңыздар бизнеске. Невозможно деген нәрсе жоқ. Бәрі нәрсе көп қыздар. Қазір біреу айтады, конечно, өзің күйеу деген әне келген сайын осында бірге келеді, оп-оңай. Думайте сразу, прям өзінен өзі, о күшті болды ғой сенің бастамаң, жақсы дүние екен деп келе қалды дейсіздер ма? Әрине, оған да уақыт өтеді. Ол да кәдімгідей жұмысшы. Ол үшін сіздер жақсы ойлануларыңыз керек. Мен айтпаймын, прям ер адам бүгін айтсаңыз ертең осы жерде тұрады, или ертең сізді қолпаштап осы жерге жұмыс жасауға дайын болады деп. Жоқ. Мен білемін. Әсіресе әйел адамды ертегі тыңдағысы келмейді ғой шыны керек, иә? Бірақ тыңдата аласыздар. Тұрсынбек бәрін айтып береді ғой сіздерге, иә? Вроде бы айтып жатады, әйелдер жаңа біз деген үй салғалы жатырмыз, жер алғалы жатырмыз, осы бәкеңнің арқасы, бәкең сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейді. На самом деле кімнің арқасы дейді Тұрсынбек, иә? Ол кімнің желаниясы үйде отырған? Ханшайымның желаниясы көрдіңіздер ме? Бәкең деп көрсетеміз әдет. Сондықтан сондай бір ыңғайын келістіріп, жақсы ойлап, визуализация жасаңыздар, ойларыңызда жолдасыңызбен бірге жүргеніңізді елестетіңіз, ол қолдап жатқан елестетіңіз. Неге жолдасыңыз бірге жүрсе де, өйткені жолдастарыңыз қолдаған кезде сіздердің бизнестеріңіз екесе жаңа. Мүлдем, ол басқаша нәрсе ол. Ер азамат қосылған жерде ол деген береке де болады, ісіңіздің де берекесі, тапқан ақшаңыздың да берекесі, сөзіңіздің де барлығының берекесі болады. Солай енді олай болса, мен енді басқа да өзімнің лидерлеріме сөз берейін. Өздеріңіз білесіздер, не бар 4 айдың ішінде, бұл бізде 5-ші айы жұмыс жасап жатырмыз. 4 айдың ішінде 60-қа жуық лидер өсіп шықты. Жан-жақта, Аллаға шүкір, әрбір қаладамыз. Бүгін бізден Атырауда үлкен, бұл бізде большая мотивационная встреча дейміз, командалық кездесу болса, Атырауда бізде кәдімгідей үлкен конференция болып жатыр. Аллаға мыңдары шүкір, ол жақта көптеген лидерлеріміз бар. Енді осы жерде Алматы қаласында да көптеген лидерлеріміз бар. Бүгін енді қонағын қашанда сыйлаған қазақпыз ғой. Сонау жерден Ақтөбеден келген компаниямыздың лидері. Ерсак па? Ерсак несінің компаниясының ба? Иә. Ерсак ол проектісін. То сіз Арифлейм деп атқасыңыз. Историяны айтып жатыр ғой просто. Менің кезімде қайдан келген. История успеха айтып жатыр. История успеха ол. Фокусыңыз бөлінбесін, фокусыңыз бөлінбесін. Ерсак, конечно, біз қай жерде отырмыз, Ерсакта отырмыз, Ерсак компаниясының, Ерсак ол проектісінің мықтыларының мықтысы, ана ханымға сөз берейін. Қонақтар,
партнерлар, жаңадан келіп жатқан компанияға, сонымен қатар біздің бүгінгі кездесуді ұйымдастырып жатқан лидер ханымдар. Асемай ханым бастағанына Ерсак Пол проектісіне қош келдіңіздер. Біраз денсаулығына байланысты денсаулығым болмай қалған, сонда да мен осы компанияны сүйіп, қалап, өзімнің бар жігеріменен сүйгендіктен мен бүгін денсаулығыма да қарамастан осы жаққа мынау 350 километрден келіп отырмын. Өйткені маған керек. Менің денсаулығыма керек, менің отбасыма керек, менің жан-жағымды қоршап тұрған қоғамға керек. Неге керек деп айтамын? Өйткені бұл компаниядағы әрбір өнімді қай жағынан айтсаңыздар да мақтауға тұрарлық. Мен өзім мамандығым, өзім таныстырып өтейін. Негізгі мамандығым мұғалім. 25-30 жыл болды осы мамандықта жұмыс жасап жатқаныма. Енді есімім Анар болады, фамилиям Нұрышева, әкемнің аты Қалыш. Алматы облысы Панфилов ауданы, анау біздің білесіздер сіздер негізінде Алмалы деген Қытай мемлекетімен шекаралас жатқан ауыл болады. Ар жағында 10 метр Қытай халқы тұрады. Бізде граница бөліп тұрады, сол ауылдан келіп отырмын. Бір жағынан сіздерді көзбен көріп, жүзбен көріп, қол ұстасып, танысып, мен де осы компанияға келгеніме небәрі 5 ай болды. Октябрь айында мені осы компанияға өзімнің құрбым, сыныптасым Майра Исахарова 10 жыл бірге оқыған. Осы құрбым шақырған болатын. Алдыңғы компанияда шақырған, одан бертін келе Әсел Жұмағазиеваның бастауымен барлығымыз осы компанияға қарай келдік. Мен бұл компаниядан, бұл проектіден қаларымын көп алып та жатырмын. Соның ішіндегі айта кететін болсам, осы алдыңғы ЕСИ компаниясында алғаш менің өзі сетевойда бастағандағы алғашқы жұмысым, алғашқы сетевой бизнесім сол ЕСИ болды. Ол компанияға мен өзім қалай келдім, қалай бастадым. Осы пандемияға байланысты бізде уақыт бәріміз үйден оқыдық қой енді. Бәріміз үйден оқып, бәріміз үй қамақта отырдық. Сол кезде бір жұмыс істеу керек болды. Мен өзім тынымсыз адаммын менде. Әйтеуір бірдеңе істеуім керек. Қосымша істеуім керек болды. Интернетке қараймыз, WhatsApp-қа, статусқа қараймыз. Майра ханымның статусына қараймыз. Жота бір компанияны салып қояйық, өлеңдерін салып қояйық. Сосын Майраға өзім жаздым. Майра, бұл не деген компания? Осындай. Ой, мында кел, Анар, сен не қылып отырсың? Ой бермей, Майра ханым бір-ақ күнде мені тіркеп, бір-ақ күнде осы сол компаниядан бастадым. Ұзағынан сүйіндірмеді. Алла тағала бізге осындай мүмкіндігі мол компанияны беріп отыр екен. Әсел ханым бірден осы компанияны айтқан күннен бастап, мен осы компанияға қарай, мен де сол кісілермен көшбасшылармен бірге ілесіп кете бердім. Шыны керек, көзім байланып қалды ма білмеймін, ешкімге қарсылық білдірмедім. Неге білдірмедім білмеймін. Алла осындай кереметтігіне сүйіндірген шығар. Осы компанияға келдім. Міне осы компанияда 1 ай 20 күн дегенде мен мақсат қойдым. Жаңа Әсемай ханым айтқандай, мақсат болу керек деді ғой. Мақсатым мен 2 айдың ішінде қайтсем де мен лидерлікке жетуім керек. Өйткені маркетинг план түсіндірді ғой бұл кісілер. Айтып өтті. Сосын мен соған жұмыс жасадым. Шатпай тұрмай жаңа бір нәтиже шығару керек болдым. Мақсатым менде мына мида мен жету, мақсат жету болды. Сол мақсатқа жеткенше мен тоқтамадым. Не істедім мен? Қағаз жаңа Әсемай ханым айтатын, мен ана жерде бір ақ қағаз тастап қой, мына жерде бір ақ қағаз деп. Сол ақ қағаз менде де болды. Жазып кетем. Ана кімге хабарладым, жазып кетем, бірақ мен оған қайдадан хабарласуым керек қой. Ұмытып қаласың ана қалың списоктың ішінде контактіде деп. Соныменен қысқасы осындай нәтижеге жетуге болады екен. Адам баласының қолынан бәрі келеді екен. Неге менің қолымнан келмеске деймін? Мен де сондай мақсат қойдым.
Одан маған осы компаниядан айта кететін бір маған үлгі болатын апайым, әпкем ретінде мен Гүлнар апайды айтқым келді. Осы керемет Гүлнар апайды мен алғаш мені рекламаға таргетке Гүлнар апайым үйретті. Мені өзімді неге қосқан сияқты бір басқа классқа оқушыны қосып жіберсе жаңадан бір жанымға бір түрлі отырасыз ғой, сол сияқты мен де кіріп алдым да оның ортасында отырып, бірақ ештеңе түсінбеймін. Ештеңе бас аяғында жоқ білмеймін, бірақ Гүлнар апайым маған бас аяғы жоқ түгел толық түсіндіріп отырды. Анар, сен мынаны өшіресің, мынаны қосасың. Қандай керемет, мен бұны осы кісіден үйрендім. Иә, керемет енді ол кісі. Осындай әпкелеріміз көп болсын, біздің демеушілеріміз көп болсын. Мен ризамын, осындай компанияға келіп еңбек етіп жатқаныма ризамын. Құдайға тауба, табысында тауып жатырмыз. Денсаулығымызды да осы компаниядан алып жатырмыз. Сұлулықты да алып жатырмыз. Мен осы компанияға келмей тұрғанда білесіздер ме, мен 76 килограмм болған. 76 килограмм болған. Мына аяқ киімнен болған, байлап киімнен үшін қиямет болған. Неге мен сонда енді үйде отырып, біздің көзіміз байланып қалған ғой, байланып қалған. Сондықтан да бұл компанияның керемет өнімдерін пайдаланыңыздар, пайдалана отырып өздеріңізге нәтиже шығарыңыздар. Мен нәтижелеріме бөлісемін. Болашақта нәтиже осы 3-4 күн, 24 күні мен прямойда менің осы белгіленген сабағымыз бар, біздің өзі прямой эфирде жабық парақшада өтетін сабақта. Сол сабақта өзімнің жеке парақша, осы парақшада айтып өтем нәтижелерім жөнінде үшін. Менің өзіміздің осы компания жөнінде алып пайдаланып жатқан нәтижелер жөнінде. Соның бір-екеуін ғана айтып өтейін. Уақыттарыңызды салып қоймайын. Бір-екеуін ғана алып өтейін. Көрші болғаннан кейін бір-бірімізге кіреміз, біріміз барамыз. Көрші үйге келінге кірсем, 2 жастағы бала келіп отыр, көзінің алдында мынандай теріскен, іріңдеп кеткен. Әлгі балаға қарап отырып, жаным ашып, мен айттым, мына балаға біздің үйде менің компаниямның баню деген бір өнім бар. Содан кейін сары қантарым крем бар. Соны жағыңызшы, бір 2 күн, 3 күнге мен құйып бердім, жаным ашып бала болғаннан кейін. Сіз емдік қасиеті болсын, көріңіз дедім. Бірақ өзім құйып бердім банюды, ойланып қалдым. Ойбай, маған қандай әсер береді ана баланың көзіне, мен неге қорқпай аны беріп отырмын дедім да. Бір күн күнде сұрап отырдым. Баланың көзі қандай? Маған суретке түсіріп жіберші деп. 2 күннен кейін сенесіздер ме мен енді? Ана баланың көзі қара бұтырланып, жазылып, ісігіп тартылып, қара бұтырланып қалған жазылып. Апай, рахмет, баламның көзі жазылып қалды. Қатты риза болдым. Ол банюмен біздің компанияның жаңағы сары қантарым деген кремі болатын. Екінші, зверовой крем. Ал екінші керемет бір осы жақында ғана мен өзім кішкене сырқаттанып қалдым. Массажный кремді білесіздер ғой. Прям суға елдер айтатын массажный кремді жағуға дейді. Жоқ, мен жағып та жүрміз, пайдаланып, біреуін таласып бітірдік. Жолдасым айтады, осы сен көп жағып қойған жоқсың ғой, мына бітіп бара жатыр ғой деп. Бастағанымыз осы аз болған жоқ деп. Жоқ, бұны пайдаландым, мен мына бронхымда кішкене аздап өзінің бұрынғы хронический ауруларым болған. Осы жылы суға, кәдімгі жылы қайнақ суға мынаны кішкене ғана тамызып, езіп тамағымды ингаляция жасадым. Бірден қойдырадышы, жаңа енді мына жерде амал жоқ, ол жоқ қоштау, бірден қойдырады. Жөтеліп жатқан адамды сол мезетте жөтелін тоқтатады. Бұның эффектісін көріп жатырмыз енді. Үйдегі немерелерім, қызымның баласы келген қызы, диванда жылап отыр өзі 2 күннің алдында. Жылап отыр, өйдері қалды. Апа тісім ауыр жатыр. Мына бала салып жағына жаттыр. Баланың сенесіздер ме, 2 минуттың ішінде тісі басылды. Мен өзім көзімен көрген дүниемді ғана айтып отырмын сіздерге. Біздің нәтижеміз осы 1-2 күндегі. Ал одан бұрын пайдаланған дүниелеріміздің нәтижесі әлі де көп. Айтатын әлі де нәтижеміз бар. Құрметті команда, құрметті Әсемай ханым, сіздерге тек бизнесте сәттілік тілеймін.
қай уақытта болсын бірінші алла дейміз иә барлықтарыңызға. Екіншіден денсаулық тілеймін. Сіздерге мыңда бір рахмет. Осындай кездесулерді ұйымдастырып, мына пандемияға қарамастан осындай бір-бірімізді жүздесіп көріп, мына жүздесу деген қандай керемет енді бір мен өзім риза болып отырмын. 4-5 айдан бері мына кісілерді мен бет жүзін бүгін бірінші рет көріп отырмын өз басым. Онлайнда жақсы, бірақ негізінде мен сағындым. Сіздердің орталарыңызды көргім келді. Сіздермен бет жүз мамандасқым келді. Міне бүгін сол арманым орындалып сіздердің орталарыңызда тұрмын. Енді өткенде мынандай бір керемет дейді, біздің лидердің значогы. Осы значоктан как раз өзінде соңғы екеуі қалған. Бүгін міне арамызда құттықталмаған 2 лидеріміз бар. Енді оның біреуі міне сонау алыстан келіп отырған Ана ханымға бұйырып отыр екен. Алла қаласа сіздерге бронза, күміс барлық значоктар тағылсын. Сонау жерден келдіңіз ғой. Рахмет, алғыс шексіз. Инстаграмда саласыз. Тамаша.